Баршаңызға ассалаумағалейкум, қазақ біздің арнасына қош келдіңіздер. Мен осыған дейін бірнеше видео салдым. 42.500 теңгені қалай алуға болады деген сұраққа байланысты. Көптеген адамдар алып жатыр, Аллаға шүкір. Енді ала алмаған, әлі өтінім бермеген адамдар да бар. Десе де өтінім беріп, әлі жауабы белгісіз болып тұрған сұрақтар да көбейді. Соған байланысты өтінішіңіздің жаңағы мәртебесі қалай болды, статусы қалай анықталады, соған байланысты бір видео түсіруді жөн көрдім. Bir ақпарат беріп кету мақсатында. Жалпы өтінім берудің 3 түрлі тәсілі берілді. Оның бірі egov.kz сайт арқылы, және біреуі 42.еңбек.kz сайтынан, және Telegram дейтін әлеуметтік желідегі боттар арқылы. Яғни әр өңірге байланысты жеке-жеке боттар берілді, сол бойынша өтінімдер қабылданды. Енді біздің берілген өтінішіміздің қандай жағдайда екенін көру үшін тәсілдері бар. Оның бірі egov.kz сайт арқылы. Ол жерде өз өтінішіңіздің мәртебесін білу үшін egov сайтына кіресіз. Одан кейін кіру деген батырманы басасыз. Сосын мына жерде бір жолға жасырын сөз арқылы кірсеңіз болады. GSN-ді телефон нөміріңіз жазасыз да жүйеге кіресіз. Немесе ECQ электронды қолтаңба арқылы кіресіз. Мен электронды қолтаңба арқылы кіремін. Өзімнің кілтімді таңдайым былай. Паролімді енгіземін. Паролімді енгізіп кіремін. Порталға кіргеннен кейін оң жақ жоғары жағында ат жөндеріңіз жазылып тұрады. Сол ат жөндеріңіз бойынша білуге болады. Міне, жандағы түймеше бар, төменде көрсетіп тұрған қызметтер алу тарихы деген жер бар. Соның үстін басасыздар. Міне, менің ең соңғы жіберген өтінішім. Үстін басамын. Нөмірі мынандай өтінім. Міне, әлеуметтік көмек жіберілді, мәртебені өзгерту тарихы жіберілді, құрылды деп тұр. Мен өзім 9 күні жіберген екенмін. Енді қараңыздар, көптеген адамдарға Телеграмда өтініш жібергеннен кейін сіздің өтінішіңіз мынандай нөмірде қаралды деп келеді. Бұл неған нөмір, бұл не істесем болады, бұл не үшін жіберілді деп жатады. Ол сіздің өтініміңіздің нөмірі екенін ескеріңіз. Яғни сіз қуансаңыз болады деген сөз. Сіздікі қаралды, сол нөмірде, мынандай нөмірде тіркелді сіздің көмегіңіз. Енді мен күтіп отырмын. Қашан келетінін, келу керек. Енді қараңыз, бұл Telegram бот арқылы жіберілген өтініш. Міне, көрдіңіз ба? Telegram бот өтірік, ол жіберілмейді екен деген адамдар болатын болса қателеседі. Қараңыз, міне, Telegram бот арқылы жіберілді деп тұр. Яғни Telegram боты біздің egov порталымызға байланған деген сөз. Міне, қараңыздар. Енді қараңыз, сіздерге мынадан шығамын. egov арқылы жіберілген өтініштің үлгісін көрсетейін. Міне, жоғары жақта ат жөніміз шықты. Енді қызметтер алу тарихы дегенді басамын. Мына ең үстіндегісі қаратын болсаңыздар, міне egov.kz арқылы нөмірі, назначение социальной выплаты. Міне, көрдіңіз ба, осы нөмірде тіркелген. Бұл egov арқылы жіберілген өтініш. Міне, egov порталы деп тұр жоғары жағында, egov порталы арқылы. Жаңа менде Telegram бот арқылы деп тұрған еді. Енді мәртебені өзгерту тарихы жіберілді, тіркелген дейді, құрылды дейді. Мәртебе парағы деген бар енді, бұл жерден көруге болатыны. Міне шықты. Иініміз тұр, GSN, ат жөніміз, сұрату нөмірі тұр. Міне, күні, қызмет көрсету мерзімі 3 жұмыс күні деп тұр, бірақ 3 жұмыс күннен артты. Сұраныс өңделуде деп шығып тұр. Яғни біздікі әлі өңделіп жатыр деген сөз. Қабылданбады деген емес, өтініш өңделіп жатыр. Немесе еңбек.kz сайт арқылы берілген адамдар болатын болса, олар да сол еңбек.kz сайтына қайтадан кіріп, қазір жаңа бір
бөлімі ашылды. Сол жерде сұранысты жіберу ғана болатын. Қазір сұраныстың мәртебесін анықтау дейтін бар. Ол үшін 42000.еңбек.kz дейтін сайтқа кіресіздер қайтадан. Еңбек.kz арқылы 42500.еңбек.kz деп жазасыздар. Одан кейін міне қиын сәттегі әлеуметтік көмек. Осы жерде өтінім беру деген батырма бар міне. Өтінім беру деген батырманы басатын болсаңыздар өтінім бересіздер. Енді өтінім статусын тексеру деген бар. Өтінім статусын тексеру деген жерге баратын болсаңыздар, дәл осылай бет ашылады. Ол бет ашылғаннан кейін мына жаққа өзіңіздің JSN-іңізді енгізесіз. Өзімнің JSN-імді енгізейін. Одан кейін мына жерге жеке куәліктің нөмірін енгіземіз. Яғни робот дегенді басамын. Сосын тексеру дегенді басамын. Міне, өтінім статусы 42 төлемі тағайындалды. Сізге егжей-тегжейлі SMS жолданады. 4-ші қадамның 4-шісі дейді. Яғни менің өтінімім қабылданған 4-ші сатыға келген, маған SMS жолдануы керек. Мен үшін өте қуанышты жағдай. Көңілімді көтеріп тұр мынау. SMS себебі кеше тексергенімде 2-ші қадам деп тұрған еді, енді 4-ші қадам дейді. Маған бүгін немесе ертең SMS келу керек. Міне дәл осылай тексересіздер. Міне, құрметті ағайын, өздеріңіздің, яғни мәртебелеріңізді осылай анықтауға болады. Енді өтініш бермегендер болса, қайтадан берем десеңіздер, менің осы YouTube каналымда 3 түрлі тәсіл бойынша видео түсіргенмін. Көретін болсаңыздар, сол арқылы бір қарап шығып берсеңіздер болады. Ал енді беріп қойғандар болса, әлі күнге дейін сұраныс өңделіп жатса, кішкене күте тұрыңыздар, мүмкін келіп қалатын шығар. Мен өзім күтіп отырмын, әлі өзім қолыма алған жоқпын. Бірақ таныстарым, ағайындарым, бауырларым алып жатыр. Үшеуінің қайсымен беретін болсаңыздар да өтінім қабылданады, егер дұрыс теріп берсеңіздер. Кей адамдар нөмірін қате жазып жатады, кей адамдар счет нөмірін қате жазып жатады. Соған байланысты келмей қалуы мүмкін. Ол енді өздеріңіздің жеке қателіктеріңіздің себебінен болуы мүмкін. Ал енді менің әлі де счетім жоқ, айван нөмірім жоқ дейтін адамдар болатын болса, қазіргі таңда Каспи KZ бағдарламасы арқылы онлайн Каспи Голд карточкасын ашуға мүмкіндік бар. Бар жоғы бір 5 минуттың ішінде ашып аласыз. Сондай-ақ күні кеше ғана Халық банкте сондай қосымша іске қосылды. Онлайн үйде отырып, телефоныңызбен homebank.kz дейтін приложениеден, бағдарламадан онлайн карточкаға заказ беріп, Халық банктың карточкасын ала аласыз. Ол карточканы сіз карантин уақыты біткеннен кейін Алла бұйыртса барып бөлімшеден ала аласыз. Оған дейін ақша айналымдары, ақша салу деген мәселелерді жүзеге асыра бересіз. QR код дейтін коды болады, сол арқылы банкоматтарға баратын болсаңыз, ұялы телефоныңыздағы QR кодты көрсетесіз, сол арқылы пин кодыңыз жазып ақшаны шеше алатын мүмкіндік бар. Міне осындай жаңалықтар бар қазірге. Енді карантин уақыты созылып кеткен жағдайда өтінім беріп 42.000 теңгені алған адамдар болатын болса, келесі айға созылып кеткен жағдайда да сол өтінім күшінде болады. Сол арқылы келесі айда да осы жәрдемақы беріледі деп жатыр. Үміттіміз. Және менің арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Подписаться деген бөлімді басыңыз, қоңырау шанын белгілейтін болсаңыз, жаңа видеоларым сіздерге қалқымалы терезеде келіп отырады ескертіп. Және лайк басатын болсаңыздар қуанамыз, пікір қалдыратын болсаңыздар жауап беруге тырысамыз. Аман болыңыздар.